Баршаңызға қайырлы күн тыңдармандар. Сіздермен болған мен Жазира. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздерге оқылатын адам болудың трагедиясы атты әңгімені өздеріңізге баяндап беретін боламын. Жалпы бұл әңгіме болғанда адамды дұрыс жолға бағыттайтын, бүткіл шындыққа жақын әңгімелерді өздеріңізге баяндап беремін. Жалпы каналымда барлығы сондай. Өздеріңізге түйіп аларлықтай шындыққа жақын өте мағыналы сөздер. Тыңдап көріңіздер, ешқандай өкінбейді деп ойлаймын сіздерді. Бір керектеріңізге жарап жазсам, ол мен үшін ең үлкен бақыт. Адам болудың трагедиясы. Ауыз жүзіндегі жеңіс. Кез келген жерде біреумен салғыласа кету жақсылық емес. Қауіпта тауыпта сөйлейтін тілді жақты кейбір адамдар болады. Өмірде яки қызметте мүде қақтығыс, не пікір алауыздығы туылғанда өзінің ділмәрлігі арқылы қарсы жағын ықтырып, аузын аштырмай тастайды. Уақыт өзара келе мұндай адамдарға мынандай бір әдет қалыптасады. Ол өзіңіз сөзінің қисынды қисынсыз болуына қарамай, әйтеу тіл безейтін жер болса, жеңілгенін мүлде мойындамайды. Жеңілмейді де, өйткені ол сөзінен бір саңылау тапса, соған жабысып алады да, ол сөзді басқаға бұрып, шар тараптан шабуылдап, есіңді шығарады. Сенікі орынды, оныкі орынсыз болса да, оған амалың жоқ. Айтыс мәжілісінде, келіссөз дастарханында мұндай адам керекте шығар, бірақ күнделікті өмірмен қызметте ол зиян тартады. Өйткені күнделікті өмір мен қызмет ортасы айтыс алаңы да, мәжіліс залы да, келіссөз столы да емес. Сен қабілетті, күшті, тілге шорқақ немесе қабілеті шанақты, тілге де шорқақ адамға жолығуың мүмкін. Сөз бәсекесінде алдыңғысын жеңгенімен бұл сенің көз қарасыңның дұрыс екендігіне дерек бермейді. Ал сұңғыласын жеңсең, онда сен ділмәр болғаныңмен амал айладан жұрдай адам болғаның. Жайшылықта мынандай жайт үнемі кезігіп отырады. Істің жайын іштей біліп отырса, сенімен айтысуға батылдық етпеген жұрт істің жөніне көз жеткізеді де, айтыста жеңілген әлгі адаммен тілеулес болады. Сенің пікіріңді мүлде қолдамайды. Оның үстіне орағауыз, от тілді сенен бойын аулаққа салады. Сен жеңістің алсаң да кешірім жасамай, қарсы жағыңа қадалған жеріңнен қаналып, оған мүмкіндік бермесең, онда сен өшіктің ұрығын сепкен боласың. Бұл сен үшін жақсылық нышаны емес. Сөзге шешен болу жаман іс емес, бірақ орнын тауып қолданбасаң, жаман іске айналады. Сондықтан сөзге шешен болсаң, онда саған қояр ұсыныс мынау. Бірінші, шешендікті ұрыс керіс үшін емес, істің жөнін түсіндіру үшін қолдан. Егер біреу сенің қитығыңа тиіп жатса, онда әрине өзіңді қорғауыңа болады. Екінші, қаншалықты өріп түсер орақ тілді болсаң да, орнын тауып айтпасаң, онда басқалар сені тілін безеген қу деп тәлкек қылуы мүмкін. Үшінші, қарсы жағыңа тойтарыс беріп, өз пікіріңді қорғағанда, шетін шығарып қойсаң болды, тым желкелеп жіберудің қажеті жоқ. Екінші сөзбен айтқанда, оған шегінетін жол қалдыр. Төртінші, біреу көңіліңе қаяу салса, оған қайықпай тұрып, қарсылық білдіруіңе болады. Бірақ оның жеті атасын жездей қақтауыңның қажеті жоқ. Бесінші, сенің көзқарасың қате болса, қателігіңді мойында. Қарсы жағыңның да көзқарасын қабылда. Даукестікке басып, оның бетін қайтаруға өлермендеуіңнің қажеті жоқ. Өйткені
Қараның аты қарада, ақтың аты ақ. Өзгенің пікірін қабылдамай қасар су саған абырой әпермейді. Шешенде айлалы адамның иығы қашанда биік тұратыны дауыссыз. Құр тіл безеп, өкірештеп қоймайтын адам ауыр зиян шегеді. Өйткені олар елде аузына қаратып, тілмен от көсуді мақтаныш сезінеді. Олардың жанын жаралайтын нәрсе сол баяғы бейпіл ауыздығы. Қадірменді тыңдармандар, бүгінгі біздің адам болудың трагедиясы атты әңгімеміз осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.